Бірінші, осы намазда жүрген намазхан бауырларымызға бір ескерту болсын. Қазір біздің намаз оқығанымен намаз бізге бір жұмыс жасап жатқан жоқ. Себебі адамның шынайы намазы ол намаз біткеннен кейін. Өздеріңіз білесіздер, мынандай сөз бар. Шынайы ораза, нағыз ораза, оразадан кейін дейді ғой. Егер де ораза уақытынан кейін, әрі қарайда қалған уақытта дәл солай оразадағындай жүрсең, демек саған ораза әсер етті деген сөз. Дәл солай намаздан кейінгі адамның шынайы бейнесі көріне бастайды. Намаз шынайы болса, намазға деген мықты махаббат болса, намаз саған шынымен әсер етіп жатса, намаздан кейін де сен дәл солай жүресің, бауырлар. Сол үшін бауырым, саған айтатыным, намаздан шыққаннан кейін біздің иманымыз неге әлсіреп кетеді? Бірінші, біз намазға қайтып оралу керекпіз. Намаздың ішінде біз жасап жатқан қателіктер бар. Біріншіден, ол уақытында оқымау, бауырлар. Уақыт бар ғой, шығып, әлі уақыт бар, 15 минут бар, 20 минут бар, ананы бітіріп тастайын, мынаны бітіріп тастайын деп, біз не істейміз? Бірінші дүниені бірінші орынға қоямыз. Ал бұл жерде, егер намаз бірінші орында тұрмаса, намаз екінші орынға түсіп қалатын болса, демек адамның дүниеге деген махаббаты күштірек болады деген сөз. Сол үшін бауырлар, міне, біз намазхан болғаннан кейін, намазда жүргеннен кейін уақыт сағатты қарап жүріп, бесін намаз кіреді екен қазір, міне жарты сағаттан кейін, біз қазір дәрет алайық, мына жерден оқып кетейік деп сіздер өздеріңіз жоспарламасаңыз намазыңызды, шайтан сіздің намазыңызды қалай қаза етсем, қалай кешіктірсем деп жоспар құрады, бауырлар. Сол үшін біз бірінші достар, уақытында оқуға тырысайық. Уақытында оқылған намаздың берекеті бар, бауырлар. Неге 5 уақыт? Себебі нәрсенің өз уақыты бар. Кейде адамның өмірінде белгілі бір жағдайлармен намазын жаңағыдай сәл кешіктіру себептер болып қалады. Бірақ сол нәрсе адамның өміріне, адамның жүрегіне кіріп кететін болса, ол жақсы әдеттерден емес, бауырлар. Екінші қателік, бауырлар. Біз күнделікті Фатиха сүресін оқимыз ғой. Сол Фатиха сүресінде күнделікті Алла Тағала не үшін оқытып жатыр? Себебі Алла осы сөздерді қалап жатыр да. Мысалы, Альхамдулиллахи Роббил Аламин, Алла, барлық мақтау мадақ Аллаға болсын. Ар-Рахмани Рахим, аса қамқор, ерекше мейірімді. Малики Яумиддин, қиямет күнінің соты, патшасы. Ияка набуду ва ияка настаин, сенен ғана жәрдем сұраймыз деген. Бұның барлығы неге? Өйткені Алла Тағала бізді тура жолдан адастырмаш деген күнделікті сөздер. Біз осы Фатиха сүресін оқып жүргеннен кейін, бауырлар, осының қазақша мағынасында өзімізге қосымша оқып жүрейік, бауырлар. Намаздың ішінде емес, намаздың сыртында бүйтіп қарап, осындай сөздерді мен айтып жүр екенмін деп, және намаздың ішінде Ар-Рахмани Рахим, аса қамқор, кәдімгідей сезініп оқымасаңыз, бауырлар, бұл намаздан ештеме қалмайды, егер де біз осы нәрселерді жеңіл өткізіп жіберетін болсақ. Және бауырлар, әр аяттан кейінгі тоқтау. Мысалы, Альхамдулиллахи Роббил Аламин, Ар-Рахмани Рахим, Малики Яумиддин. Біз неге асығып баратырық? Бірінші деп айтайын, дүние жүрекке кіріп кеткен, қатты кіріп кеткен. Біздің ойымыз ананы бітіріп тастасам, ананы істеп тастасам, ана мәселені шешіп алсам, жоқ, бауырлар. Барлығы Алланың қалауымен болады бұл өмірде. Еш нәрсе Алланың қалауынсыз өтпейді. Ал енді сіз намазға келдіңіз бе, Алланың алдында тұрдыңыз ба? Енді сіз асықпаңыз дүниеңізге барып. Намазыңызды асықпай оқып алыңыз, Алламен дұрыстап алыңыз мәмілеңізді. Алла қалған мәселелерді өзі реттеп береді. Төртінші қателік, бауырлар. Рукух пен сәждеге тез барады адамдар. Барады, риск көтеріледі, тез сәждеге барады. Бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху ондай намазды дұрыс емес деген, бұл намаз емес деген. Намаз деген, сіз тұрдыңыз, асықпай көтерілдіңіз, әр қимылда өзінің бір фиксациясы болу керек. Бір қазіргі тілмен айтқанда, фиксация деген нәрсе болу керек. Сәжде істедіңіз, фиксация тұрды ма? 3 секунд, 4 секунд көтеріліңіз. Ал бізде не? Бас тимей жатып кетіп жатыр ғой. Рукухке бармай жатыр. Мен осы қателіктер, бауырлар. Және бауырлар, намаздың орталарында, мысалы, таң намазын оқып шықтыңыз, енді 5 намазына дейін не істейміз біз, бауырлар? Иманымызды сақтап қалуға тырысу керекпіз. Яғни не бұл? Зікірлер, бауырлар. Зікірлер. Намаз бен намаздың арасында шайтанда уақыт бар. Ана намазға дейін азырып тастау керек. Ананы оқытпау керек, кешіктіру керек. Өздеріңіз білесіздер, шайтан намаз таста деп айтпайды. Намазды кешіктіре тұр, сосын оқисың, оны бітіргеннен кейін қазір ана кірсесің деп сөйтіп алдайды. Ал біз сол шайтанға жол бермеу үшін істейміз, есіктерді жауып тастаймыз да. Яғни, Альхамдулилла, ла иляха илlallah, астағфирулла, аузыңызды жыбырлатып салауат айта беріңіз, истиғфар айта беріңіз. Сол кезде, бауырлар, мына шайтанның бәлекеттерінен сақтанамыз біз.
Ал бұл шайтан әдемі жұмыс істеп жатса, ана намазымыз қаза болуы мүмкін, ана намазға деген махаббатымыз болуы мүмкін, ана намазға жиі қарау мүмкінбіз, немесе асығып кетуі мүмкінбіз бауырлар. Сол үшін бұл бауырлар бірінші бөлім. Екінші бөлімде осы намазға қалай бастау керек, осының барлығын ютубта сіздерге айтып түсіндіріп отыратын болам бауырлар. Сол үшін Алла тағала баршамызға пайдалы ілім білім нәсіп қылсын, намаздарымызға берік болуымызды нәсіп қылсын, Алла тағала екі дүниеде пайда беретін ілім нәсіп қылып, соған амал етуімізді нәсіп қылсын. Осы менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осы видеоны ютубқа, тиктоктарыңызға салып, өздеріңіз таратсаңыздар болады. Алла баршамызға разы болсын. Ассаламу алейкум.